Мырзабай Ахунның Бұқара медресесінде оқып жүрген баласы мезгілсіз қайтыс болады. Баласының қазасын жеткізу үшін Қайқы Батыр, Алданазар би және Қалжан Ахун үшеуі жолға шығады. Жолай үшеуі баланың қазасын қайсымыз жеткіземіз деп кеңес құрады. Алдымен Қалжан Ахунға қолқа салып, сіздің Ахун деген атыңыз бар, әйгілі Көкалташ медресесінде оқыдыңыз. Дін жоралғысын айтып, қаралы хабарды сіздің жеткізгеніңіз дұрыс болар дейді. Жүйрікті жүйрік көргенде аяғы тыпырлайды деген. Бұл жолы менің ретім емес. Диннің шартына салып көңіл айтсам, Мырзекеңнің көңілін қарып түскендей болармын. Одан да Қайқы айтсын дейді. Қайқы Батыр, мені қаптаған қалың жауға жұмса, қаралы хабарды естірту жайлы айта көрме дейді. Батырлығым ұстап бетке айтып, Мырзекеңнің жұлынын жұлып түскендей болармын. Одан да би екен естіртсін дейді. Үшеуі де осыған келіседі. Қазаны Алданазар би жеткізетін болады. Мырзабай Ахун бұларды құшақ жайып қарсы алып, қазан көтеріп дастархан жаяды. Сөздің реті келген тұста Алданазар би, Мырзеке бір сұрағым бар еді. Осы шүкіршілік кімнен қалған деп сұрайды. Ой, оның несін сұрайсың? Баяғыда Дәуіт пайғамбар 30 ұлын ертіп мешітке келеді. Қараса жамағат әлі жиналып бітпеген екен. Оларды күтпей-ақ намазды бастап кетеді. Намаз үстінде оң жағына қарап, ассаламу алейкум ва рахматуллах десе, көзі оң жағында отырған 15 ұлына түсіпті. Сол жағына қарап, ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенде көзі 15 ұлына түсіпті. Ішінен алпамсадай 30 ұлым бар. Өзімізде бір жамағат болып қалыппыз-ау деп марқаяды. Дұғасын жасап, бетін сипап қараса 30 ұлы сәждеден бас көтермей жатады. Жандарына барса бәрі де өліп кетіпті. Сонда Дәуіт пайғамбар неге шүкіршілік етпедім деп өкінген екен. Осы оқиға сабақ болып өмірінің соңына дейін шүкіршілік етіп жүріпті. Кейін ұлық Алла оның пейіліне қарай Сүлеймен пайғамбарды береді. Деп Мырзабай Ахун Дәуіт пайғамбардың қиссасын айтып берді. Ал сабырлық кімнен қалған дейді. Мырзабай Ахун сабырлық Аюб пайғамбардан қалған. Алланың ауырсынан арқалап, ол да бізге өрнек қалдырған. Денесін 40 жыл құрт жейді. Денесінің сау тамтығы қалмайды. Жұқпалы ауру деп ел жұрты оны айдалаға апарып тастайды. Мал мүлкі бір жұтта кетеді. Ішуге асы жоқ, тұруға дәрмені болмай әбден қиналады. Бірақ сонда да Алладан үмітін үзбей сабырлығын сындырмапты. Үстінен бір құрт түссе, Алла сенің несібіңді менің денемнен бұйыртқан шығар деп, құртты қайта орнына салып қояды екен. Алла тағала оның сабырлығына риза болып жерден бір бұлақ шығарады. Сол бұлаққа шомылғанда 30-дағы жігіттей саламат күйге оранды. Дүниесі де, ел жұрты да оның жанына қайта жиналды. Сабырлық Аюптан қалды деген сөз осыдан қалыпты дейді. Алданазар би сабырлығын сындырмаған пендеге Алланың берері мол десеңізші. Деп тағы бір тоқтайды. Сосын сөзін әрі жалғап, илім білім жолында жүріп дүниеден қайтқан ғалымның барар жайы қандай дейді. Мырзабай Ахун ойында ештеңе жоқ, әңгімесін бұрынғыша жалғастырып, ілім білім Ыдырыс пайғамбардан қалған дария. Ол илімнің арқасында 4-ші қаттан орын жаннаттан жай алды. Ілімге ғалымның өзі емес, ниеті бірінші жетеді деген. Ғалым мезгілсіз қаза тапса да, мұрат орындалады. Баяғыда бір құмырсқа Меккеге жол тартыпты. Оны көрген боққоңыз, бейшара, кішкентай сирағыңмен Меккеге қашан жетеді екенсің деп мысқылдапты. Сонда құмырсқа, сирағым кішкентай болғанмен ниетім үлкен. Мен жетпесем де ниетім жетеді. Сен сияқты боқ қуғаннан гөрі Құдайдың ілімін қуғаным әлде қайда жақсы деген екен. Сол сияқты Құдайдың ілімін іздеген жанның жайы Ыдырыс пайғамбардың жанында депті. Сонда Алданазар би, жарықтық сіздің ұлда Ыдырыс пайғамбардың сұхбатында жәннаттың бақшасында отыр екен ғой дейді. Үміт күткен ұлының жастай кетуі әке үшін орны толмас қаза. Үміт күткен ұлының жастай кетуі әке үшін орны толмас қаза. Мырзабай Ахун ұлының дүниеден қайтқанын бірден түсінеді. Суық хабар маңдайынан аққан суық терге араласып кеткендей күй кешеді.
Алданазар би сонда Мірзеке болған іске Айыптай сабырлы Дәуіттей шүкір етіп бекен болыңыз. Мейірімді Алла Айыпты жалғыз қалдырмады. Дәуітке Сүлеймендей ұл берді. Құдай бергенін алса да, енді берерін алмасын деп тілейік деп көңіл айтқан екен. Достар, халық аузында қалған ғибратты хиссалар мен тарихқа толы аңыз әңгімелер жайлы естігілеріңіз келсе, парақшаға жазылып, жүрекшені басып отырыңыздар.